Қайырлы күн, балалар. Қалдарың қалай, құрметті оқушыларым? Бүгінгі күні 1 сынып әліппе 64 сабақ ә дыбысы мен әрпін қарастыратын боламыз. Ә дыбысы жіңішке дыбыс және дауысты дыбыс. Парағымыздың сол жағында қандай сурет бейнеленген? Кәне, кім табады екен? Дұрыс айтасыңдар. Суретімізде балалар әнұран айтуы үстінде тұр. Олар оң қолдарын жүрек тұсына қойып, әнұранды шырқауда. Ә әрпін жіптен жасап көрсет. Суретіміздің астында сөз бар екен, сөзді табу қажет. Қандай сөз жасырынған деп ойлайсыңдар? Әже сөзі жасырынған, дұрыс. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Берілген сөздерімізді әдеттегідей оқып шығайық. Ән, дән, әже, әке, кәрі, дәрі, сәуір, дәуір. Жарайсыңдар балалар, өздерің үшін тағы да бір оқып шығыңдар. Мәтінге назар аударайық. Мәтініміздің тақырыбы әнұран деп аталады екен балалар. Әнұран рәміз. Ол жарыстарда шырқалады, мақтаныш сезіммен орындалады. Әнұранды оқушылар жатқа білуі керек. Келесі кезекте сөз тіркесін құрау қажет. Сөз тіркесін бірге құрайық. Әдемі қыз, дәмді ас, тәтті алма, кәрі ағаш. Жарайсыңдар балалар, тез құрастыра алады екенсіңдер. Ал балалар, келесі кездескенше сау сәлеметте болыңдар.